Сәлеметсің бе, Әли? Қазір әдебиеттік оқу сабағы тақырыбым көкөніс сорпасы. Мәтінді мұқият тыңда. Мен саған оқып берейін. Көкөніс сорпасы. Апасы бақшадан 40 қабат картоп, сәбіз, қызылша, пияз әкелді. Асан мен Оспан қызыл сәбізді көріп, маған берші деп сұрай бастады. Апасы 2 сәбізді тазалап жуып берді. Балалар сәбізді жеп отырып, өте дәмді, деді. Апасы қазанға су құйып отқа қойды. Сонан соң ол көкөністерді тазалап жуды. Пышақпен ұсақтап турады. Қазандағы су қайнады. Апасы қазанға картоп салды. Ал сәбіз бен пияз қызылшаны майға қуырып салды. Ең соңынан 40 қабатты турап салды. Түскі аста көкөніс тағамын ішіп отырып, бәрі қандай дәмді, деді. Ал енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы болды? Мәтін көкөніс сорпасы туралы болды, иә? Асан мен Оспан апасымен қайда жүрді? Бақшада жүрді. Олар 40 қабат картоп, сәбіз, қызылша, пияз әкелді, жаңағы бақшадан. Апасы не пісіріп берді балаларға? Көкөніс сорпасын пісіріп берді. Олар не жегісі келді? Сәбіз жегісі келді, 40 қабатты кейбір аймақтарда орамжапырақ деп атайды екен. Орамжапырақ немесе 40 қабат деп атаймыз. Асан мен Оспанның апасы бақшадан қандай көкөністер әкелді? Жаңа біз айттық. Асан мен Оспан апасынан қандай көкөніс сұрады? Жауап бердік. Апасы түскі асқа қандай тамақ пісірді? Көкөніс сорпасын пісірді. Көкөніс сорпасын қалай дайындайды балаларға? Көкөніс сорпасы ұнады ма? Қалай ойлайсың? Жауап бере ғой сұраққа. Тыңда, оқы. Көкөністер 40 қабат, картоп, сәбіз, қызылша, пияз. Осы көкөністердің ішінен саған қайсысы ұнайды? Неліктен? Оқы. Берілгендердің қайсысы көкөністерге жатпайды? Неге? Сөздерге сұрақ қой. Пияз қандай? Алма қандай? Сәбіз қандай? Қызылша қандай? Алмұрт қандай? 40 қабат қандай? Мысалы, алманы алатын болсақ, алма бізде тәтті болады, немесе қышқыл болады. Пияз қандай болады? Ащы болады, Сәбіз дәмді болады. Қызылша да дәмді болады. 40 қабат қандай болады? Осының ішінде көкөністерге жатпайтын алма және алмұрт. Олар неменеге жатады? Есіңе түсір. Мәтіннен апасының көкөніс сорпасын қалай жасағаны туралы тауып оқы. Көкөністен жасалған сорпаны ұнатасың ба сен? Әлде ұнатпайсың ба? Сұраққа жауап бере ғой. Енді дәптермен жұмысқа көшеміз. Сұрақтар мен тапсырмалар. Мына көкөніс сорпасын қандай көкөністерден дайындады? Және осы суреттерді бояймыз, Мына жерде біз не көріп тұрмыз? Қияр, қызылша, 40 қабат, сәбіз, картоп. Көкөністер туралы жұмбақтарды оқып, шешуінің суретін сал дейді. Қандай көкөністерді ұнатасың? Жұмбақ. Басы сары жер тескен, сабағы көк жерде өскен. Тәтті дерсін нағыз, оның аты сәбіз.
Сопақша жасыл түрі бар, пайдалы мөлдір дәмі бар. Піскен кезде жияр, оның аты қияр. Жақсы. Көкөніс сорпасы әңгімесін оқып, көкөніс аттарын тауып жаз. Жаңағы мәтіннің ішінен тауып, жолға жазып қой. Ал бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.